нүктемен бастаймыз, сондықтан ортаға сіздерді шақырайын. Шеңбер болып мен сіздерге күнде еселіктің мәні бірге тең болса, еселіктің мәні екіге тең. Менде еселіктің мәні еселіктің мәніне байланысты, егер еселіктің мәні бірге тең болса, бірінші болса, екінші топқа, үшінші топқа солай орналасамыз. Балалар, бұның геометриялық прогрессия екенін қайдан білдік? Ал Азамат айта қойшы. Бұндағы 6-ны 3-ке бөлгенде 2, 12-ні 6-ға бөлгенде 2, 24-ні 12-ге бөлгенде 2. Еселік екіге тең, сондықтан бұл геометриялық прогрессия. Өте дұрыс, иә балалар? Келесі, екіншісінің геометриялық прогрессия екенін қалай анықтауға болады? Айта қойшы. Бұл жерде өйткені тұрақты сан мен 8-ден 1-ге тең. Яғни біз геометриялық прогрессия екенін біліп отырмыз. Себебі бұның бірінші мүшесі 2-ден 1-ге, екінші мүшесі минус 8-ден 3-ге тең. Жақсы. Не байқасыңыз? Үшінші формула қандай формула? Бұл геометриялық прогрессияның еселігін табу формуласы. Келесі формула, Бағдәулет айта ғой. Бізде геометриялық прогрессияның екінші мүшесінің табу формуласы. Бұл жерде b-н тең b1 көбейтілген q-дің n дәрежесінің бір азайтып тастаймыз. Формула қандай формула? Ерасыл айта ғой. Бұл бізде геометриялық прогрессияның алғашқы екінші мүшесін табу формуласы. Өте жақсы. Смағұлов ең соңғы формуланы айта қойшы, не сұрады? Бұл жерде геометриялық прогрессияның ортасын табу формуласы. Өтілген сақтық бойынша барлық формулаларды жатқа біледі екенбіз, ажырата алады екенбіз. Тізбектердің қатарынан геометриялық прогрессия. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз жеделхат. Нені нұсқап тұр бізге? Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін және де n-ші мүшесінің қосындысын табу. Жақсы балалар, олай болса, үйге берілген тапсырма туралы айтыңдаршы. Үйге қай есептер берілді? Бақадыр? Үйге 16-4 және де 16-7. Олай болса, бір-бірімізді геометрияда өтіп жатырмыз ғой, сағат тіліне қарамағасы бағытта бір-бірімізбен дәптерімізді ауыстырайық. Көршімізді тексереміз балалар. Қолымызға қалам сақта аламыз, тексереміз. Тақтада дұрыс жауап көрсетілген. Тақтада дұрыс жауап. Тақтадағы жауаппен сәйкестендірейік. Балалар тексеріп аяқтадық па? Олай болса көршімізді бағалайық. Қолдарыңызда түрлі түсті қағаздар тұр, бағдаршамның түстері. Егер жасыл түсінде белгі берейікші, өте жақсы. Мен арасында сары түсте көріп тұрмын. Айнұр неліктен сары көтерілсін? Себебі қуаныш есепте, жұмыс шабыда есепте еселігін табуы дұрыс тапқан. Еселікте қателік жіберген, иә? Қуаныш қатеңді жоюға тырыс, көрдіңіз қателіксің, иә? Арифметикалық амалдардан. Тұрар қайталау керек. Мен үй жұмысын тексергенде Айзаданың дәптерін тексердім. Айзада BM формуласын дұрыс жазған, бірақ SM формуласынан қателікті жіберген. Формуладан қателік жіберді ма? Не болды Айзада? Формуланың қайталау керек, жақсы ма? Ал олай болса, қайталау оқығанасы демекші, өтілген сабағымызды қайталау етелік. Сіздерге тақтада ақиқат жалған бойынша тапсырмалар беремін. Сол тұжырымдардың ішінен ақиқат десеңіздер ақиқат, егер тұжырымға дұрыс емес деп бағалсаңыздар, жалған деген тұжырымды бересіздер. Балалар ағылшыншада false-нен білдіреді? Жалған. Ақиқат яғни. Демек, ақиқат жалған бойынша біз қазір бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Жақсы ма? Бірінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз? 2, 6, 24, 120 тізбек геометриялық прогрессия болып табылады. Бұл жалған себебі еселік бізде тұрақты сан емес, еселігі 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге, 5-ге тең болады. Демек, жалған екен. Келесі екінші топ сіздер, жақсы бірінші топ, екінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз оқи қойыңыз. 1, 2, 4, 6 тізбек геометриялық прогрессия болып табылады. Бұл жалған себебі 1-ді 2-ге бөлген кезде 1 шығады, 4-ді 2-ге бөлген кезде 2 шығады, 6-ны 4-ге бөлген кезде 3-тен 1 шығады. Бұл геометриялық прогрессия болып табылмайды себебі еселігі 1-дей тұрақты сан емес. 6, 4, 3-тен 8, 9-дан 16 тізбегі геометриялық прогрессия болып табылады. Себебі бұл жерде еселік 3-тен 2-ге тең, яғни ол еселік тұрақты сан болып тұр. Тексеріп көрейік, дұрыс жауапты. Демек, ақиқат. Жақсы балалар, бір-бірімізді топты бағалап жіберейікші олай болса. Қолымызда смайликтер тұр.
Бірінші топтың бағасы, екі топтың бағасы, бірінші топқа баға. Арасында мен мұңайланып сурет көрдім баға ретінде, неліктен сіз төмен баға бересіз? Бізде қарап дұрыс таппады, өйткені тізбек тапқан кезде геометриялық прогрессияда біз есептік табады, қарап есептік дұрыс таппады. Бірақ тұжырымы дұрыс болды. Тұжырымы дұрыс болды, иә? Келесі екінші топты бағалаңыздар, қалған екі топ. Барлығы дұрыс, иә? Өте жақсы. Олар түсінікті, әрі нақты, жауапты көрсетті, иә, бізге? Келесі үшінші топты бағалап жібереміз, екі топ. Толық дұрыс, иә? Барлығы жақсы. Енді бағалау критерий бойынша, тақтадағы бағалау критерий бойынша кім өз түсінігін бірінші топқа баға берші, бірінші топтан кім екінші топқа баға берші? Бағалау жібереміз. Екінші топ басқа тізбектердің ішінен геометриялық прогрессияны ажырата алды және геометриялық прогрессия құра алып, бірінші мүшесін анықтай алды. Өте жақсы, иә? Толық жауап болды, иә? Және Әпке мен бірінші топқа баға берсін ба? Бірінші топта, яғни олар геометриялық прогрессияның қате екенін, яғни дұрыс тұжырымдады. Бірақ яғни сол геометриялық прогрессияның арасындағы, яғни еселікті тұрақты санды табу кезінде қателік жіберді. Сол жерде сәл қате болды. қоршаған ортадағы геометриялық прогрессияны қолдануына байланысты практикалық есептерді шығаратын боламыз. Бірінші топ сіздерге тұмауға байланысты. Қазір қыс мезгілі болғандықтан тұмаудың өрбіп жатқан кезі, иә? Бірінші топ сіздер тұмауға байланысты есепті шығарыңыз. Сіздер қол жумау, тазалықты сақтамауға байланысты қазір микробтардың да бактериялардың да өрбіп жатқан кезде келесі топ сіздер гидро, яғни өсімдіктің көбеюіне байланысты есепті шығарыңыздар, иә? Жақсы. Ал іске сәт. Уақыт беріледі, 2 минут уақыт. Топпен беріледі. Жақсы. Тақтардың шығады. Бір оқышы шығарыңдар. Әр топтан бір оқышы шығып, ондай ойындаршы конкретсе шығарыңдар. Қалған оқышылар ондай дәптеріңіз. Қалған оқышылар, топтағы оқышылар. Дәптерімізге орындай береміз, тақтамен салыстырамыз, келістік бар? Иә. Құрар, есептік ұстаттың ба? Аяқтадым. Айнұрдың есебі аяқталды. Бірінші топ, иә, Айнұр? Тұмаумен ауырып жүрген адам күн сайын 3 адамға жұқтыруы мүмкін. 5 адам тұмауды қанша адамға жұқтыруы мүмкін? 5 адам тұмауды 81 адамға жұқтыруы мүмкін. Яғни геометриялық прогрессия құрайды, иә? Сонда 27-тен кейін қандай сан болады? Айды тізбегіне жаза алады. 80 болады. Сонда 5 адам өзіне болса, қанша адамға жаза екен? 81 адамға жаза. Есеп ұнады ма? Демек, сондықтан біз тұмау болмас үшін дәрумендерге толы тағамдарды тұтынуымыз қажет болады. Иә, қыс мезгілінде тұмаудан сақтануымыз керек. Өзімізді иммунитетіміз көтеретін, денсаулығымызды көтеретін дәрумендерге толы тағамдар тұтынуымыз қажет. Келесі жазба ойындар бірінші есепте. Екінші топ, аяқтадыңыздар ма? Мөлдір аяқтады. Мөлдірдің есебін тексерейік. Гидро бір шыжары арқылы өніп өседі және әрбір бөліну кезінде 5 жаңа ағза пайда болады. Яғни бұл жерде бірінші бізде мүше 5, екінші мүше 25. Бұл жерде біз төртінші мүшені анықтаймыз. Яғни бірінші мүшені еселіктің 3 дәрежесіне көбейту арқылы біз төртінші мүшені анықтаймыз. Сонда 5 көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі бұл жерде 125. Сонда 625 шығады. Жақсы, сонда 125-тен кейінгі сандар тізбегінде қайсы орналасады? 625. Жаза қойыңыз, 625. Сұрағыңызға толық жауап айтып кетіңіз. Сұрағыңызға жауап айтып кетіңіз. Яғни гидро әрбір бөліну кезінде 5 жаңа ағза пайда, әрбір бөліну кезінде 5-ші рет 625 ағза пайда болады. 5-ші ретте ода 625 жаңа ағза пайда болады. Есептер ұнады ма? Яғни табиғатта да біз геометриялық прогрессияны кездестіреміз. Жақсы. Келесі үшінші топ. Бізде қолын жумай тоқаш жеген және бактерия жұқтырған адам бір сағатта дизентерия таяқшаларының саны қаншаға жетеді? Бұл жерде 400-ге жетеді, себебі бір сағатта дизентерия таяқшаларының 400-ге
сандуғаштың түсіндіруіне көмектессем, бізде яғни қолын жумай тоқаш деген бала әр 15 минут сайын қанша дизентерия таяқшасын жұқтырады. Яғни бізде бұл жерде 5-ші мүшесін табу керек. Бұлардың ортасы 15 минуттан 1 сағат. Яғни 1 сағатта ең соңғы мүшесі бізде B5. B5-дің формасы B1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесі. Яғни бізде B5-те 2-ның 4 дәрежесіне көбейтеміз. Сол кезде бізде яғни 5-ші мүшесі 400 шығады. Яғни қолын жумай, тоқашты қолын жумай жеген бала 400 дизентерия таяқшасын жұқтырады. Жақсы, өте жақсы. Түсінікті болды ма балалар? Және бізге толықтырып сандуғаштың есебіне көмектесіп, топтық жұмыс болғандықтан өте жақсы орындап шықты. Отыра қойыңыздар. Жақсы, тамаша. Демек табиғатта, қоршаған ортада біз геометриялық прогрессияны жиі кездестіреді екенбіз, иә? Қолданылады екенбіз. Ұнады ма есептер? Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Демек геометриялық прогрессия өмірде жиі кездеседі екен. Есептерді, сол табиғаттағы есептерді геометриялық прогрессияның көмегімен орындауға болады екен, иә балалар? Олай болса, топтар бір-біріңді бағалап жүріңдер. Қандай баға берер едіңдер? Жай ғана дискриптор бойынша бағалай қойыңдар. Геометриялық прогрессия құралдық бар. Мәтінді есепті пайдаланып тұрып, яғни табиғаттағы берілген қоғамдық өмірге берілген есепті қолданып тұрып, біз есеп құрастыралық па? Бірінші топ айтыңыздаршы, келесі екінші топқа бағалаңыздаршы. Айнұр айта қойшы. Екінші топ геометриялық прогрессия құралды және Q-дің еселігін таба алды. N-ші мүшенің формуласын қолданып белгісіз мүшені тапты. Яғни олар өмірде есепті қолдана алады екен. Екінші топ сіздер үшінші топты бағалап жүріңіздерші. Яғни олар гидраның көбеюіне байланысты есеп шығады, иә? Тұрар несі қойшы? Бағалар қойшы? Үшінші топ геометриялық прогрессия құра алды, Q есебін таба алды, N-ші мүшесінің формуласын қолданып белгісіз мүшесін тапты. Яғни гидраның көбеюін анықтай алады. Есіңде қалды ма? Қаншаға көбейді? Гидра 625-ге көбейді, иә? Өте жақсы отыр. Келесі үшінші топ сіздер бірінші топты бағалай қойыңыздаршы. Яғни тұмауға байланысты есеп еді, бірінші топты. Иә? Бір адам 3 адамға жұқтырса, 5-ші адам қаншасыншы адамға жұқтырады, Серік? Яғни олар геометриялық прогрессиясын құралды есеп бойынша және Q еселігін тапты және N-ші мүшесінің формуласын қолданып белгісіз мүшені таба алды. Яғни есепті дұрыс шығарды. Есеп дұрыс шықты, иә? Бір адам, 5-ші адам қанша адамға таратуы мүмкін еді? 400 адамға. 81 адам. 81 адамға осыдан ой серік болады, серік саты болсын, ойын өтеміз, иә? Бізде компьютер бағдарламаларда компьютер программасымен соткалармен осы ойындар тіркелуге болады. Жоғарыдағы сандарды теріп кіріңіздер. 69, 73, 42, 7. Бізде Бақадыр, Сандуғаш, Тұрар, Жанел, Айзада, Серік, Ашымат, Қарақат, Ерасымен бірге кіріп өткенде бәріміз кіргізген. Олар болса бастайды. Кіргін бақыланыш. Жұлдызбен бізде қуаныш қалып қойды. 69, 73, 42, 7. Болды ма? Жұлдыз. Қуаныш кірді ма? Жұлдыз. Кірді ма? Олар болса бастаймыз. Келсек, бірінші сұрақ. Кет, топпен. Геометриялық прогрессияның алғашқы әр мүшесін қосылсын. Табын формуласына B1 5-ке тең. Еселік 2-ге тең. Олай болса B5 қаншаға тең? Уақыттарыңыз бар. Ойланыңыздар. Қуаныш белгілер бар? Уақыт затында қалды. Белгілерін беріп бар? Бізде кім алда келе жатыр? Қазір көреміз. Қарақат пен Ерасыл алда бізде. Одан кейін Серік пен Асылмат. Алдымызда әр сұрақтар бар, сондықтан мұқият қараңыздар. Есептер оңай. 2 мен 6 геометриялық прогрессия. 4-ші мүшесі табылды. 2 мен 6 геометриялық прогрессия құрайды. Еселікті табылды. Алдымен. Одан кейін 4-ші мүшесі табылды. Серік шығарамыз. Sen samamen Serik'te de cazı yok. Gel cazı, şuraya ver.
Belgilep ulguribmi? Vaqt chaqnab qoldi. Birinchi to'p belgilep ulguribmi? Natijani ko'ring. Birinchi topshiriq, ikkinchi topshirma bo'yicha har bir servis nasibimiz birinchi o'rtaga berishadi. Jandarda qalqib topdi. Kelasi so'roq muhiyat bo'yicha. Bu 3 tumani 8 ga, bu 5 tumani 18 ga teng esepda taqdim qiladi. Asıqlansa, vaqtcha deydi. Bazavet o'rindaymiz. Aka, bu sırada qancha javob? 2 Vaqt ayab qoldi. 2 Kelasi natijani ko'ring. Turar Chanel alg'ashlikda Serik ulardan qaraqat, so'nggi so'roqlar muhiyat vaqtlarim bor. Sal kurdelere gelsin, son gelsin. Bayan 162 teng, B1 2 teng, eselik teng bo'lsa, bu qanchasini tushunishi? Ya'ni 162 bo'lsa, sizbekning qanchasini tushunishi? Bu o'rnidan topib vaqtimiz yetkazdi, so'ngda o'ylanmay asqaymiz. Sizga alga erishayotgan Serik hisobi ikkinchi o'rinda erishayotdi Qaraqat hisobi. Sizlar muxlislarimiz bor so'nggi so'roq. Siz birinchi o'rindasiz. Aldagi natijani ko'ramiz. So'roq ko'rib topshirma bo'lar. Jahdat bor, belgilab bor. Ovoz bo'lsa natijaga qaraymiz. Demek bize bugungi sababda birinchi o'rinda Serik ben Azamat, ya'ni 3-chi top, ikkinchi o'rinda Turar men Chanel, 2-chi top, 3-chi o'rinda bize Qaraqatdan Gerasov. Sizlar toplarimiz bize 3-chi o'rinda bo'ldi. Nelikdan ikkinchi bo'ldi. O'rnimizdan chiqib o'zimizga kelib ko'ring. Gerasov nelikdan? Ağlaşında sizler ala giriş attığınızda, hayır tapsırmadan başlayıp kıyımlısınızda, ayda ikinci tapsırmadan, ikinci tapsırmadan başlayıp sizler kıyımlısınızda. Жақсы, sizler de hemen bir tutar görüyorsunuz. Nerede sizler sertlerin kolundan korkuyorsunuz? Endi tablosunuz. Eninci müşesini çağırın. Demek sol kolundan sizlerge köprek, ayda olarak жақсы mı? Ağır hareketli bağlar gelirse bize şeyge жұмыс болады. Жинақталып алайық. Бой сервистік бар, ұнатма ойын, өте жақсы ойын болды, иә? Қаласқан болды, жақсы ойын болды. Енді келесі тапсырма бізде балар. Жеке жұмыс. Осы уақытқа дейін топтық, жұптық болып орындап келдік. Енді әр оқушы өзі үшін жұмыс жасайды. Сіздерге қазір мен жеке жұмыс беремін. Тест тапсырмасы 5 тапсырмадан тұрады. Топқа таратауымызды. Әр оқушыға жеке. Бұдан да қаламыз. Tabii ki bir de çalışıyor. Ama arkadaş. Saktada da kapsama 5 taqsimlardan qarastırılgan. Есепті шығарып, дұрысын нұсқасын бермейміз. Сағаш қай есеп жүйелік үшіншісіне ма? Эсенің формуласына жерде тастап кетсін. B1-ді дұрыс жеткізсе, B1 1 минус Q-дің дәрежесі 1 минус Q. Осы формуланы қойып, ондай емес үшінші тапсырманы. Тағы кімде қандай қиындық туып жатыр? Серік бәрі жақсы ма? Жатыр ма? Ақылдаспаймыз, азамат өзіміз шығамыз. Сабыр қайсы келеді? 5-ші ситуацияда бес оны қалдырды. Дұрыс мәні дұрыс келе жатсын. Соңғы нәтижеге шығамыз. Балалар уақыт аяқталды. Доғарамыз, қалам сапып қоямыз. Енді балалар, тапсырма қанша тапсырмадан тұрады? 5 саусағымызбен 5-тік
Егер барлық тапсырма дұрыс десек, өзіміз тексереміз, қазір мен дұрыс жауап шығарамын, жарай ма? Егер барлығы дұрыс болса, 5 саусақты, біреу дұрыс болмаса, 4-еу, ары қарай солай көрсетеміз. Жақсы ма? Тақтаға назар аударыңдар, дұрыс жауаптары көрсетілген. 1-де А, 2-де Б, 3-те Д, 4-те Е, 5-те С. Ал кеттік, қолымызды жоғары көтерейік, мен көрейін. Жоғары көтереміз, мөлдір, самал. Кімде қанша жауапты? Серік, неғып үшін болып қалды? Мен арифметикалық прогрессиялық есебі формуласын білдім, бірақ таңбасын қойды шашастандықтан 4-ші және 5-ші есептерді шығара алған жоқ. 4-ші, 5-ші есептерді шығара алған жоқсың. Демек саған формула жеткіліксіз болып жатыр, иә? Формула дұрыс. Сізде неғып? Мен 4-ші есеп шығаруда кішкене қателіктер жібердім, яғни S оның формуласын жазғанда қателестім. Яғни нәтижесі оның дұрыстығы шықты. Сондықтан сізге қайталау керек, иә? Сізде неғып үшін? Менде себебі уақыт жеткісіз болғандықтан мен 2 есепті шығарып үлгермедің, иә? Демек сізге жылдамдықты арттыру керек, иә? Жылдамдықпен жұмыс жасау керек. Балалар тақтаға қарап, өзімізге өзіміз кер байлап жүрейік. N мүшесін табалық па? N мүшесінің қосындысы формуласын пайдаландық па? Тек қана бізде Азиза кішкене қателіктер жіберді, және де Серік 1-2 қателіктер жіберіп, өзінің не істеді? Қателігін айтып жіберді, қателігін түзетуге. Жеке жұмыста балалар бір-бірімен ақылдасып, кеңесіп, тақтаға әр топта бір оқушыны жіберейік, жарай ма? Ақылдасып, кеңесіп орындаймыз. Балалар 2-ақ тапсырма, уақытты үнемдейік. S N-нің формуласына байланысты, яғни геометриялық прогрессияның алғашқы топта кім шығады? Мен шығамын. Мен шығамын дейді, тұрар шыға берсін ба? Шыға берсін. Сіздерден кім шығады? Сіздерде шығып жатыр ма балалар? Кішкене тыныштық сақтайық, иә, Серік? Жанел шығып жатыр ма? Шықты ма? Тақтаны қазір тексеріп жарай ма? Дәптерге жаза ғой дұрыс. Ерасыл шықты ма? Тақтамен салыстырып отырамыз. Есебігі қарақатта 3-тен 2 болды. Сіздерде қалай болды? Қате кетті ма? Не болды? Қай жерде? Арифметикалық амалдардан ба? Есебігі қайдан бар? Қатені көріп көреді. Өте жақсы. Дұрыс болды ма? Аяқтадық па? Ал тұрардың есебін тексерейік, дұрыс па? Тақтаға қарайық. Тұрардың бірінші, екінші топтың бағалап жіберейікші, үшінші топ Серік. Есеп дұрыс шығады ма, Серік? Мөлдір айтамыш. Дескриптор тақтада тұр, сол бойынша айтамыш, дұрыс орындады ма? Рейтинг қараймыз. Геометриялық прогрессияны анықтай алды. Бірінші мүшесін анықтай алды, Q-дің еселігін тапты және формуланы қолдана отырып есепті дұрыс шығарды. Жақсы. Келесі қарақаттың есебі аяқталды ма? Қарақат есебің аяқталды ма? Жақсы, отыра ғой қарақат. Ал қарақаттың есебін тексерейікші. Мұттар орнатып тұр. Дискриптор бойынша айтамыш, Серік дұрыс орындады ма? Жолына қарап, бағытына қарап
мүшелерін анықтады, Q еселігін тапты және S, яғни S5 формуласын есептеу шығаруда қолданып нәтижесін жазды. Яғни нәтижесі дұрыс. Дұрыс шықма? Фақат бір соңғы жағында 5-ші сыныпта бізде араласқан түрінде қалдыратын едік. Бұрыс бөлшекті араласқанға айналдыратын едік. Сол жерін ғана толықтыру қажет. Араласқанға айналдырып дәптерге жаза алмайды. Арнайы өздерге тапсырды. Жақсы. Демек, жеке жұмысында біз өз нәтижесінде жақсы нәтижемен аяқтадық. Барлығымызда да қояды. Бүгінгі сабағымызда біз топпен жұмыс жасадық, жұппен жұмыс жасадық, жеке көрдік, барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Демек, бүгінгі сабағымыз сіздерге қаншалықты ұнаған кері байланыстарыңызды тақтадағы 10 сұраққа қарай анықтайтын боламыз, біле ме? 10 саусағымызбен бүгіп отырамыз. Мен 10 сұрақ болған кезде, егер келіссеңіздер бүгесіздер, келіспесеңіздер саусақтарыңызды бүгіңіздер. Келісіп бар? Геометриялық прогрессия тақырыбы қызықты ма? Сіздер үшін қызықты болса, онда иә деген белгіні көрсетесіздер. Геометриялық прогрессияны басқа тізбектерден ажырата аласың ба? Тізбек белгісі еселігін таба аласың ба? Тізбектің n-ші мүшесінің формуласын қолданып есептер шығара аласың ба? Тізбектің n-ші мүшесінің формуласын қолданып бірінші мүшесін таба аламыз ба? Сабақ зеріктіріп жіберген жоқ па? Келесі, геометриялық прогрессияның n мүшесінің қосындысының формуласын есептер шығаруда қолдана аласыңдар ма? Яғни өмірмен байланыстырған есептер болды иә бізде? Не таптық біз? Гидраның, тұмаудың, өрбілдің, гидраның көбеюін, және де бактерияның көбеюін. Яғни осыны біз өмірде қолданып, геометриялық прогрессияны қолдана аламыз ба? Келесі. Геометриялық прогрессия тақырыбында өткен барлық формулаларды жатқа білеміз бе? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Соңғы сұрақ, бүгінгі сабақта сен белсенді бола алдың ба? Мен сіздерге тақтаға осы 10 балға, егер 8 саусағымызды бүккен болса, мынандай бас балдақ кері байланысты сіздерден күтемін. Егер сіздерде 8 мен 10 аралығында болса, бүгін сабақты өте жақсы деңгейде меңгергеніңізді білдіреді. Егер сізде 6 мен 7 аралығы болса, мен жұмыс жасадым, бірақ формулаларды жатқа білу жеткіліксіз болды деген сияқты. Егер сізде 1 мен 5 аралығында болса, мен жұмыс жасауға тырыстым, бірақ маған қиындықтар туды. Қиындық неден туы мүмкін? Формула дұрыс білмегендіктен, бала кері байланыстарымызды жазыңыздар, тақтаға жазыңыз. Кері байланыс маған өте маңызды. Келесі сабағыма қандай дайындықпен келуімді, кімдермен жұмыс жасау керек екенін білдіреді. Дариға жазыңыздар. Екі жаққа бөлініп жабыстырайық. Бұлаңғыда. Жақсы болды. Олай болса, енді тақтаға осы кері байланысты біз іштей жасадық, енді ашық түрде айтып кетіңіздерші маған. Бүгін сіздерде мен үшін бүгін сабақта не құнды болды? Бір сөзбен, әр топтан бір бөліп айтып. Сабақта не құнды болды? Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, өмірмен байланыс, қай жері сіздерге сабақта ұнады? Құнды болды десе. Айса? Ең бірінші маған осы сабақта ұнағаны, ол құнды болғаны, біздің өмірмен байланыс, яғни дизентерия таяқшалары немесе қолды жумаған бала деген секілді осы өмірге байланысты есептер маған өте қатты ұнады. Сол жер сізге ұнады. Есебін шығара алдыңыз ба? Иә, шығардым. Және сізге қандай шығара ұнады? Маған бүгінгі сабақта ең құнды нәрсе біздің топ болып жұмыс жасағанымыз, яғни бізді ұйымшылдыққа бір-бірімізді тыңдауға алып келді. Өте жақсы. Осы топ бүгін сабақта өте белсенді болды. Тақырыпта бірінші орын алған жоқсыздар. Иә. Өте жақсы, тамаша. Сіздердің топтарыңызда пікір бар ма? Дариға. Мен жеке жұмыста қателестерді, жұптық жұмыста оның қателіктерін түсініп, яғни өзім тақырыпты толықтай түсіндім де аламын. Жақсы. Ұнамаған жақтары болды ма, ұнамаған тұстары? Жоқ. Демек жоғары деңгейде. Олай болса бүгінгі келесі сабаққа сіздерге тапсырма белгілеп алыңыздар. Алгебра сабағы номер 14-20 және 14-21 есептер. Үй жұмысын барлығымыз түсінеміз ба? Иә. Серік, қандай сұрақ бар? 14-20 қалай шығарамыз? 14-16 есепті шығардық қоя кеше үй жұмысын. Сол 14-16 есепте не қолдандық біз? Қандай формула қолдандық? Айнұр қандай формула қолдандық? 14-16. Геометриялық прогрессия ма?
Геометриялық прогрессия n-ші мүшесін табу формуласын қолданады. Демек, серік n-ші мүшесінің формуласын білсек, іске сәт. Олай болса, бүгінгі сабағымыз балалар өте жақсы деңгейде өтті. Сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта кемшіліктер тұстар болса, самал, кішкене қайталау керек. Айнұр өте жақсы, белсенді болды бүгінгі сабақта. Айы да өте жақсы болды. Топтық жұмыста өзін белсенді болды, кітаптарда орындады. Тұрар үй жұмысын тексеруде Айзаданың есептеріне кемшіліктерін тауып, кемшілік тұстарын айтып кетті, өте жақсы. Бахадыр өте жақсы болды бүгінгі сабақта. Серік жақсы, өте белсенді сабаққа қатысты. Қақыт ойында ең алғашқы тобына көмек беріп, есептерді ең алғашқы болды шығарып отырып, өзінің белсенділігін танытты. Бүгінгі сабақта мен Ерасылға өте жақсы деген баға қоямын. Жанел өте белсенді, жақсы деген баға қоямын. Өте жақсы деген. Келесі Клара өте жақсы. Абзал да сен де өте керемет. Демек, барлығымыз бүгінгі сабақта белсенді болдық. Қатысқандарыңызға рахмет. Самалға кішкене іздену керек, жұлдызға кішкене іздену керек. Есептерді формулаларды